Бүгінгі сабақтың барысы инсульт алған науқастың пастелін ауыстыру. Саламатсыз ба, рахатына, менің есімім Жансая. Бүгін сіздің пастеліңізді ауыстырамыз. Бізде бұл науқас инсульт сол жағынан алған. Біз ол үшін пастелді ауыстыру үшін сол жағынан бастаймыз. Оң аяғын көтереміз. Sol ayağının üstüne koyarız. Иығынан ұстаймыз, бұқын жағынан ұстап, солға қарай ауыртамыз. Пастелін бүктейміз, бүктеп, науқастың астына қарай тығамыз. Астына қарай кіргізесіздер. Таза пастелді аламыз. Таза пастел епке бүктеп, осылайынан қоямыз. Осылайынан қойып, бір жағын бүктейміз. Бір жағын бүктейміз. Науқастың астына қарай ыңғайлы тығып аласыздар. Бір жақ пастелді матрасқа қатты байлап қоясыздар. Матрастың астына кіргізіп, оны байлап қоясыздар. Ақырын қалыпты жағдайға жатқызамыз. Аяғын түсіреміз. Енді екінші жағына аунатамыз. Екінші жағына аунатамыз. Кір пастелді бас жағынан аяқ жағына қарай бүктейсіздер. Бүктеп күбіға тастаймыз. Екінші жағын бүктелмес үшін, мұжылып қалмас үшін қатты тартып, матрастың астына кіргіземіз. Науқасты қайтадан жатқызамыз. Науқастың қал жағдайын сұраймыз. Ешері ауырмады ма? Ешеріңіз ауырмады ма? Ауыр халдегі науқастың төсек орнын ауыстыру үшін бізге таза төсеніштер мен таза емес төсеніштерді тастайтын ыдыс қажет. Бірінші біз таза төсенішті дайындап аламыз, шайып, ашып дайындап аламыз. Пациент келген науқастың жағдайын сұраймыз. Егер науқас өзі қозғала алатын болса, бізге көмектесуін сұраймыз. Бірінші біз жамылғыны аламыз. Бірінші жамылғысын алып. Жастықты аламыз. Науқасты көтеріп, бір қолымызбен көтеріп, миынан көтеріп, жастықты аламыз. Жаймен жатқызып, жастықтың тұсын сыртын ауыстырамыз. Таза қап кигізіп, таза емес қабын ыдысқа тастаймыз. Науқасты бір қырымен жатқызамыз. Ол үшін қолын көтеріп, екі аяғын бүгеміз. Екі қолмен бір жақты қырға, жаймен қозғалтпай, жаймен бір қырына бұрамыз. Таза емес төсенішті шиыршықтап жинап аламыз. Жартысына дейін жинаймыз, науқас жатқан жерге дейін. Жартысына таза төсенішті төсейміз. Таза төсеніш пен таза емес төсеніш бір-біріне жанаспауы қажет. Қыртыс қалмайтындай қылып, денеге ешқандай батпайтындай етіп төсеп аламыз. Науқасты жаймен екінші қырына ауыстырамыз. Екінші қырына ауыстырамыз. Таза емес төсенішті жинап алып, ыдысқа тастаймыз. Таза төсенішті тегістеп төсейміз. Науқасқа ешқандай батпайтындай қылып, қыртыс қалмайтындай қылып, қалғанын матрастың астына саламыз. Аяғын сүйіп,
таза жануға жабамыз. Науқастың басын мойнынан көтеріп, таза қапталған жастықты қоямыз. Науқасты жатқызып, науқастың қал жағдайын сұраймыз. Ешқандай жері мазалап жатқан жоқ па, еш жері ауырып жатқан жоқ па, жағдайын сұраймыз.